Ассалаумағалейкум, инста достар. Көбінесе мені жеңілтек, жынды ауру деп ойлайды осы инста достар. Көрермендер жалпы мен көретін. Бірақ негізі мен комедийный жанрда тек қана тікелей эфирде ойнағанымен жан дүнием, менің жанрым трагедияда. Мен фильмге ойнағым келеді. Мысалы, махаббаттың қасіретіне душар болған жігіт, романтичная, пиздец кино болып, андай аты шабысы, жарылыс, ананың жылауы, жарылып кеткен әке бомбымен, Гелен вагонге мініп, атпен қашып батып атысып, кемеде жарылып кету, маньяктау рөлде, психологиясы бұзылған адамның рөлдерінде ойнаған жақсы көремін. Сондай қайғы қасіретке толы трагедиялық фильмдерде өзімді көргім келеді да. Ал мен басқалай комедийный фильмдерге мүлдем түспеймін. Өйткені менің тек образым кинодағы сондай болу керек.